Диеталық бейгл жасаймыз. Ішінде ақуызы көп және тойымды. Сүзбеге жұмыртқаның ақуызын қосамыз. Шанышқымен араластырамыз. Үкіштен ірімшікті өткіземіз. Сүзбеге қосып, шым-шым тұз себеміз. Мен сулугуни ірімшігін пайдаландым. Күріш ұнын қосып, қолмен қамыр жинаймыз. Оны 2 бөлікке бөлу керек. Видеода көрсетілгендей домалақ шар жасап, ортасын тесеміз. Екеуін пергамент қағазына қойып, жаңағы жұмыртқаның сарыуызын жағамыз. Мен үстіне мак септім, мактың орнына кунжут сепсеңіздер болады. Пеште 180 градуста 35-40 минут қызарғанша дейін пісіреміз. Ортасын пышақпен кесіп, тәтті чили соусын және творожный сыр жақтым. Үстіне салат жапырағы мен маринатталған қиярды қойдым. Маринатталған қиярдың орнына жай қиярды немесе қызанақты қойсаңыздар болады. Астарыңыз дәмді болсын.